Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дұға туралы болмақ. Алла Тағала Бақара сүресінде Астағизу билlah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Яғни Алла Тағала бізге егер пенде менен бір нәрсе сұрайтын болса, мен оған жақынмын деген. Яғни оған жасалған дұғасын қабыл етем деген. Яғни келесі бір дұғаларында, келесі бір аяттарында Ғафир сүресінде "Ва қала раббукум удауни астажиб лакум". Яғни маған жалбарыңдар, мен дұғалардың тілектеріңді қабылдаймын деген. Жаңағы аяттың жалғасын айтатын болсақ, инналлазина ястакбируна ан ибадати сайадхулуна джаханнама дахирин деген. Яғни кім маған құлшылық етуден мойынсұнбайтын болса, тәкаппарланатын болса, онда оған яғни оны қор етеміз дейді. Қор, яғни олар қор болады деген. Және оларды тозаққа кіргіземіз деген. Келесі бір дұғаның маңыздылығын айтатын болсақ, яғни ад-дуау уал ибада деген хадистерде жеткізген. Яғни не үшін дұға ол құлшылық деген. Яғни дұға ол әрине кейбір бағанағыдай шарх еткен ғалымдар былай келтірген. Ол адам баласы басқа бір уақыттарда өзінің құл екендігін сездірмеуі мүмкін дейді. Есіне шығып кетуі мүмкін, басқа бір нәрселер болуы мүмкін. Бірақ дұғаға келген кезде ол әрине өзінің құл екендігін, қолына ештеңе келмейтіндігін білдіреді деген. Яғни ол дұғасына әрине Алла Тағаладан өзінің денсаулығын болсын, басқа бір өзіне пайда нәрсесін, немесе өзінің іске асырамай жүрген ісін жүріп кетуін сұрайды. Яғни өзін барлық істеген нәрселерін, істейтін нәрселерін істеген, бірақ әлі нәтиже шықпаған, соңында не қылады? Алла Тағаладан сұрайды. Яғни сол жерден адамның шын, яғни құл екендігін білдіреді деген. Сол үшін ғалымдар оны дұға ол құлшылық деген. Бағанағыдай жоғарыда айтқанымыздай, ол дұғада адам баласы өзінің құл екендігін білдіреді екен. Сол үшін иншалла біздің әрбір сәтте, әрбір қиындықта болсын, қуаныштарда болсын, Алла Тағаладан сұрап, біздің осы дүниедегімізді жақсылығын, немесе ақыретіміздің жақсылығын әрдайым сұрап жүруіміз керек екен.